Қайырлы күн. Бүгінгі келесі кезекте таныстырғалы отырған оқу құралы Күзекова Зейнехан Сейтқанқызы. Қазақ тілі жаттығулар жинағы. Тілді оқытып үйретудің базалық ортадан жоғары деңгейіне арналған оқу құралы А1, А2. Көріп отқандай ақшаңызда міне келтірген мінекей осы С1-ге шейін мінекей жаңа оқу құралдары. Күзекова Зейнехан Сейтқанқызы Қазақ тілі әдебиет және мәдениет департаментінің профессоры, филология ғылымының докторы, ғылыми дәрежесін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің ғылыми кеңесінде 2005 жылы қорғаған болатын. Осы университетке келген дейін Лев Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университеті практикалық қазақ тілі кафедрасының, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі практикалық кафедрасының меңгерушісінің қызметін, сондай-ақ осы университеттің жалпы тіл білімі және филология кафедрасында қазіргі шығыс тілдері кафедрасының доцент қызметін атқарады. Ұсынып отырған жаңа жаттығулар жинағы 2 бөлімнен тұрады, яғни оқу құралының бірінші бөлімде берілген тапсырмалардың негізгі мақсаты тілді үйренушілердің қазақ тілі септіктер жүйесі туралы білімін бекіту және сөйлеу, жазып жаңа әріптерін дамыту болып табылады. Кітапқа келетін болсақ, оқу құралының, яғни бұл мазмұнына келетін болсақ, мазмұнда жаңағы 24 сабағы бар екен неке. Бірінші жаңа сабағына келетін болсақ, фонетика курсына кіріспе келтірілген. Фонетика курсында жаңағы бірінші бетінде қазақ алфавиті, жаңағы бастапқы әрпі, оның жазылуы, дыбысы және мысалдар келтірілген болатын. Келесі бізде оқу құралының екінші бөлімде, яғни мінекей көріп отқандай А2 базалық деңгейде, бұнда жаңағы практикалық жаттығулар, құрылымдық семантикалық негізінде логикалық және грамматикалық ұстанымға құрылып, топтастырылып, жүйелене берілген бірнеше грамматикалық тақырыпты қамтиды. Мінекей тағы келесі бізде оқу құралы ортадан жоғары деңгейге берілген мынандай тапсырмалар бар. Ол негізгі тапсырмалар жаңағы бізде мазмұнында жаңағы 7 сабақтан тұрады. Мінекей көріп отқаныңыздай бірінші сабағында жаңағы бізде мынандай мәтін оқылымы беріледі. Одан кейін бізде жаңағы келесі кезекте жаңағы мысалы айтатын болсақ, міне оқылымда Владимир Иванович Далиннің жаңағы мәтіні берілген. Келесі бетінде жаңағы тапсырмалар берілген. Одан жаңа төменден жаңағы сұрақтар, одан кейін мынау соңғы беттерінде алатын болсақ, жаңағы грамматиканы қайталайық, лексика, грамматика жаңағы соңғы бетте тесттер берілген болатын. Сосын жаңа соңғы бетте және яғни жауаптар берілген. Көріп отқандай осыған қосымша мынандай оқу құралы дискісі бар. Жаңағы алдында айтып кеткендей, осы оқу құралы жаттығулар жинағын, яғни оқушыларға, студенттер, магистранттар, сондай-ақ қазақ тілін үйренуге ықыласты көпшіліктің пайдалануға болады.